Бұл өте дәмді картофельный палочка болып шықты. Инстаграмда жүрген хит рецептің бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге қажетті 2 үлкен картоп. Сыртын тазалап аламыз. Үлкен болуы міндет емес. Тазалаған картопымызды жуып аламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетулеріңізді өтінемін. Сіздердің поддержкаларыңыз маған өте қатты қажет. Квадрат етіп турап аламыз. Газымызға суымызды қойып, картопымызды салып, кішкентай қасықта 1 қасық тұз саламыз. Толық піскенше пісіріп аламыз. Картопымыз пісті, дайын. Енді бөлек ыдысқа салып аламыз. Осы кезде қайнаған суынан кішкене құйып жіберсеңіздер болады, себебі 150 грамдай крахмал құйып, қамыр сияқты елейтін боламыз. Егер картоп қатты сухой болса, дұрыс еленбей қалады. 50 грамдай суын құйсаңыздар болады, қайнаған суынан. Не осында бір-біріне жабысып тұру керек. Сосын оны пакетке салып, толық салып аламыз. Оқтаудың көмегімен жалпақ етіп жайып аламыз. Тоңазытқышқа 1 сағатқа қалдырамыз. Пакеттен шығарған кезде абайлаңыздар. Мен осылай кесіп шығара салдым. Сосын осындай майда бөліктерге бөліп дайындап қоямыз. Мен ортасынан тағы бір бөліп жібердім. Табамызға майымызды қойып, жақсылап қыздырып пісіреміз. Бұл өте дәмді болады, достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды. Балаларыңызға да ұнайды деген ойдамын. Егер де дәл осы рецепті пайдаланып жасайтын болсаңыздар, комментарияға қалдырып кетіңіздер. Қуанып қалатын боламын. Сіздермен бірге болған Мадина.